Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділіктер. Бүгінгі сабағымызда біз не үйренеміз? Шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығаруды үйренеміз. Шамалар арасындағы тәуелділіктердің берілу тәсілдерін білеміз. Соның ішінде кесте мен формуламен берілу тәсілін қарастырамыз. Сонымен қатар бүгін сабақтағы тірек түйіндер шамалар арасындағы тәуелділік, аналитикалық тәсіл, тәуелсіз айнымалы, тәуелді айнымалы деген ұғымдармен танысамыз. Ол үшін мына келесі видеоны қарастырайық, содан кейін сол видео бойынша не түсінгенімізді анықтаймыз. 9-шы тарау шамалар арасындағы тәуелділіктер. Шамалар арасындағы тәуелділіктер, шамалар арасындағы тәуелділіктердің формуламен берілуі. Шамалар арасындағы тәуелділіктер бірінші бөлімше. Техникада, шаруашылықта және күнделікті өмірде мына шамаларда ұзындықты, ауданды, көлемді, массаны, заттың құны мен оның санын және тағы басқа кездестіреміз. Есептеулерде бір шаманың мәні өзгермейді, екінші шаманың мәні өзгереді. Мысал үшін есепті алсақ, велосипедші 14 км/сағат жылдамдықпен 2 сағатта, 3 сағатта, 4 сағатта неше километр жол жүреді? Берілген жылдамдық және уақыт бойынша жүрілген жолды табайық. Жылдамдық бар, уақыт 2, 3, 4 сағаттарда қанша километр? 2 сағатта 28 километр, 3 сағатта 42 километр, 4 сағатта 56 километр жүреді екен. Берілген жағдайда жылдамдық тұрақты шама. Барлығында жылдамдық тұрақтында берілген жағдайда. Ал жүрген жол және уақыт не істеп отыр? Өзгеріп отырады екен, мәндер өзгеріп отыр. Енді сан мәндері өзгеріп отыратын шамалар айнымалы шамалар деп аталады. Өзгеріп отыратындар. Демек, есептің шарты бойынша жол және уақыт айнымалы шамалар болып табылады. Айнымалы шамалардың қайсы бір тәуелсіз айнымалы шама болса, қайсы біреу тәуелді айнымалы шама болады. Есептің мазмұндағы велосипедшінің 14 км/сағат жылдамдықпен жүру жолының ұзындығы оның жүру уақытына тәуелді. Жол, қараңыз, мына жерде тұрған жол мына уақытқа тәуелді. Онда уақыт тәуелсіз айнымалы шама. Уақыт тәуелсіз айнымалы. Ал жол тәуелді. Мына жол мына уақытқа байланысты шығып отыр. Есептің шешуінде уақыттың берілген мәніне жолдың бір ғана мәні сәйкес. Яғни есептеу нәтижесі бойынша тәуелсіз айнымалының бір мәніне тәуелді айнымалының бір ғана мәні сәйкес келеді. 4-ке 56 ғана сәйкес, 3-ке 42 ғана сәйкес деген сияқты. Тәуелсіз айнымалының қабылдайтын мәндері А жиынының әрбір элементіне тәуелді, айнымалы шама мәндерінің бір жиынынан бір ғана элементке сәйкес дейді. А жиыны, Аның ішінен қандай да бір уақытқа бір шаманы берсек, соған сәйкес бір жолдың ұзындығы шығады. Енді шамалар арасындағы тәуелділік формуламен, кестемен немесе графикпен беріледі. Ал енді жаңағы видеоға сәйкес мына нәрселерді түсінейік. Сонымен біздер шамалар арасында қандай тәуелділік деген бармен таныстық. Сонымен қатар айнымалы. Кез келген шама санмен өрнектеледі. Санмен өрнектелетін болса, онда ол шаманы айнымалы шама деп ала аламыз. Себебі біз санның өзгеруіне, сан мәнінің өзгеруіне сәйкес айнымалы деп отырған шамамыз өзгереді. Ендеше ол шаманы айнымалы шама дейміз. Осы айнымалы шама екіге бөлінеді. Тәуелді айнымалы және тәуелсіз айнымалы. Ол үшін мына видеоға тағыда назар аударайық. Ана мен баланың арасындағы аналық байланыс туралы айтқанда, әйел заты бірнеше баланың анасы бола алатыны белгілі. Бұл функционалдық тәуелділік емес. Бірақ әр баланың бір биологиялық анасы болады. Бала мен ананың арасындағы байланыс функционалдық тәуелділік болады. Берілген жылдамдық үшін белгілі бір уақытта жүріп өткен арақашықтықты білдіретін бір ғана сан бар. Егер уақыт белгілі болса, жылдамдық пен арақашықтық арасындағы байланыс функционалдық тәуелділік болып табылады. Берілген сан басқа көптеген сандарға қарағанда кіші болуы мүмкін. Мұндай қатынас функция болып табылмайды. Өйткені мысалы 2 саны 5,5-тен кіші. Сол сияқты ол 3,7-ден де кіші, және тағы сол сияқты. А
пернесін басқанда экранда А әрпін көресіз. М пернесін басқанда М әрпін көресіз. А пернесі А әрпімен байланысты. М пернесі М әрпімен байланысты. Және сол сияқты. Бұл функционалдық тәуелділік болып табылады. Сізден А пернесін дәл қай уақытта бастыңыз деп сұраса, сіз не деп жауап берер едіңіз? А пернесін басудың белгілі бір уақыты жоқ. Сондықтан бұл функционалдық тәуелділік емес. Сіз А пернесін бірнеше рет қолданғандықтан, қай уақытты дәл басқан уақыт деп алу керек. А пернесін басудың белгілі бір уақыты жоқ. Сондықтан бұл функционалдық тәуелділік емес. Сонымен шамалар арасындағы тәуелділіктің біз функционалдық тәуелділік дейміз, және функционалдық емес тәуелділік дейміз. Осыған байланысты тәуелді айнымалы дегеніміз не, тәуелсіз айнымалы дегеніміз не? Соныған тоқталайық. Тәуелді айнымалы дегеніміз шамалар кезіндегі еш нәрсеге тәуелсіз болатын болса, мысалы уақыт тәуелсіз айнымалы, жылдамдық тұрақты шама деп алатын болсақ, онда уақытқа тәуелді болып тұрған жол қанша уақыт кететін болса, сонша жол жүріледі. Яғни жол уақытқа тәуелді. Бұны функционалдық тәуелділік деп айтуға болады. Жол шамасы уақыт шамасына тәуелді. Сол сияқты бір заттың бағасы болады. Егер осы заттың мөлшері көбейген сайын болса, оған сәйкес құны өзгереді. Яғни заттың құны оның бағасына тәуелді. Осындай тәуелділіктерді біз функционалдық тәуелділіктер деп айтамыз. Оны көрсету үшін біз кесте пайдаланамыз. 5-ші сыныптан біз функция тақырыбын өткенбіз, сондықтан бізге бұл тақырып жаңа болып есептелмейді. Тек қана осы функционалдық тәуелділік қалай беріледі. Оның екі түрі бар: графикпенен және кестемен. Бүгінгі сабақта сол кестемен берілу тәсіліне тоқталамыз. Сонымен балалар, тәуелді айнымалыны Y әрпімен белгілейміз, тәуелсіз айнымалыны X әрпімен белгілейміз. Енді шамалар арасындағы тәуелділік қандай тәсілдермен беруге болады? Осы сұраққа жауап беру үшін төмендегі мысалға қарастырайық. Шамалар арасындағы тәуелділік түрі тәсілдермен берілуі мүмкін, түрлі тәсілдермен. Соның ішіндегі шамалар арасында тәуелділік формуламен берілетін болса, формула тәсілімен, ондай тәуелділікті аналитикалық тәсіл деп аталады. Яғни аналитикалық тәсілмен берілу дейді. Мысалы, шамалар арасындағы тәуелділікті сипаттау бойынша формуламен де жазуға болады. Онда ондай тәсілді формуламен берілген тәсіл дейміз. Яғни формуламен берілген тәсілді де аналитикалық тәсіл деп айтамыз. Мысалы, қандай да бір жылдамдықпен берілетін болса, жылдамдықтың формуласын білеміз балалар. Сонда қандай да бір жылдамдықпен 3 сағатта жүрілген жолдың формуласын қарастырайық. Яғни формула жылдамдықтың формуласы немесе жолдың формуласы арқылы өрнектейміз. Осындай тәсілді біз формуламен берілген дейік. Егер белгілі бір уақытта, мысалы 3 сағатта жылдамдық өзгеріп отыратын болса, онда жүрілген жол өзгереді. Яғни 3 сағаттағы жылдамдық өзгерсе, жол өзгереді. Тәуелсіз жылдамдық, тәуелсіз айнымалыны жылдамдық десек, тәуелді айнымалы жол болады. Сонда ол формула былай деп жазылады. Мысалы, жылдамдық тәуелсіз айнымалы деп X деп белгілейміз, жүрілген жол тәуелді айнымалы Y дейміз. Сонда Y тең, яғни жол тең 3X-ке 3 сағатта X жылдамдықпенен қанша километр жол жүреді деген есептің шарт тұрса, оның формуласы былай болады. Y тең 3X. Осы формуламен өрнектеледі. Y тәуелсіз айнымалы жол, X тәуелді айнымалы жылдамдық. Ал 3 сағат уақыт тұрақты. 3 сағаттың ішінде қанша километр жол жүреді дейтін болса, онда мына формуламен өрнектеледі. Y тең 3X. Енді осы есепке сан мәнін қояйық. X-тің мәндері 60 болсын, 80, 90 километр, яғни айнымалы өзгеріп тұр. X тәуелсіз айнымалы, Y осыған тәуелді айнымалы. Формуласына қойып есептейтін болсақ, Y тең 3X. Y тең 3 көбейту 60, ол 180 километр. Y тең 3 көбейту 80, 240. Y тең 3 көбейту 90, 360. Яғни формуланың мәні 60, 80, 90,